Осы соңғы аптада бір қызық жағдай болды. Бір бұзаумен бір шешесімен міне шаруақтың ішінде жатыр ғой мыналар. Міне бұзау, короче. Міне жатыр. Вот осы бұзау не істейді? Бір күні енбей қалады. Ой, азанда енбей қалады. Шешесі кешке келді да, мына шаруақты бозып кірді ішке. Бұзауын еміздіру үшін. Енді бұзауын азында жібермедік біз. Азында шешесі қайтып келді мына жерге. Бұзау сеге кіріп шықты шаруақтан. Тағы да ем болды. Келесі күні кешке шешесі анже күтіп тұр енді бұзауын. Бұзау келмейді. Бұзау жатыр іште. Сосын келесі күні азанда есік аштық. Бұзау қайттан шықпады. Мүңіреп тұр іште, бірақ вообще шығып жатқан жоқ. Айдасақ та шығып жатқан жоқ. Сосын шешесі жетіп келді да мына жерге. Қайттан кіріп кетті ішке. Сол бұзау шығып кетеді, либо шешесі кіріп кетеді. Сосын осы 2-3 күн ұстадық, шешесін бері қай жібермедік. Бұзауын шақырамыз, айдаймыз, бармайды, осы жата береді деген. Сосын шешесі тоже келе алмайды. Бұзау вообще шықпай қойыпты. Бәрі уже үйреніп алған. Шешем келеді деп сеніп алған. Түсінбеймін, совпадение ма, бұзауға бәрі болып кеткен ба, или сол сеніп тұр ма шешесі келетініне.